Әлем қазақтарына наурыз тойлаудан қалыс қалған жоқ. Алдымен күншығыс елінен бастайық. Саламатты достар, бүгін Жапонияда қазақтар наурыз мерекесін атап өтуде. Бірге көрейік. Кішігірім қазақ ауылы болып, киіз үй тігіп, Жапониядағы қара көздеріміз тайлы тұяғымен Токиоға ат басын бұрған. Дастарханға қазақша ет қойып, палау жасап мәз-мейрам, үлкендердің батасы ақжарма тілегі де бар. Тойлаушылар қатарында танымал режиссер Айсұлтан Сейітов те бар. Әлеуметтік желісінде бөліскен осы кадрлардан байқауға болады. Ал енді самурайлар еліндегі қазақ жастарының жылы лебізіне құлақ түріңіздер. Құрметті отандастар, наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, көп жақсылық болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаңыздар да жолдарыңыз болсын. Ұлыс мереке берсін, бәле жала жерге енсін. Наурыз құтты болсын. Бүгін біз Глазго қаласындамыз. Осындағы орталық Азия елдерінің өкілдеріне қала әкімшілігі осы церковьтің ғимаратында наурыз мерекесін тойлауға рұқсатын беріпті. Сол ішінде Түркия елінің өкілдері бар, Әзербайжан елінің өкілдері бар, және біздің жерлестеріміз қазақ қауымдастығының наурыз мерекесі өтіп жатыр. Ал бұл видеолар Ұлыбританияның Глазго қаласындағы наурызда қонақ болған Абай есімді отандасымыздан. Осы секілді өзге де Британ шаһарларында қазақтармен қатар наурыз тойлайтын өзге де халықтар бірігіп, ұлыстың ұлы күнін атап өтіп жатыр. Ас мәзірде соған сай кең, әсіресе қазақтар көп келген University College London білім ордасында. Бүгін 18 наурыз күні біз University College жолында наурыз мерекесін тойлауға келген болатынбыз. Бұл керемет мерекені ұйымдастырған Қазақ Society-ға үлкен рахмет айтқым келеді. Бүгінгі күнде Орта Азия халықтарының көптеген өкілдері жиналып, бір аспан алдында жақсы мереке ұйымдастырып, бір-бірімен кездесіп жатыр. Сол үшін өте қуаныштымын. Біздер Бирмингем қаласынан келген студенттерміз. Мұнда Лондонда наурыз тойланып жатқан соң біздер сол Бирмингемнен Лондонға келіп, біз қазақтарды көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Наурыз құтты болсын деп айтқымыз келеді. Бүткіл қазақ баласының басын қосқан мереке. Наурыз құтты болсын әрдайым. Ал Варшавада қазақтардың наурызы біздікінен еш кем емес. Нұрболжан Кей мен Роза Мизанбай ұйымдастырған шараға 200-ден аса қонақ келіп, мол дастарханмен қатар тамаша концерттік нөмірлерге куә болып қайтты. Тойлаушылардың алды 80-нен асса, кішісі енді тәй-тәй басатын бөбектер. Келушілердің көбі студенттер болғандықтан ұйымдастырушылар тамақтың түр-түрімен қатар спорттық ойындарды да жасап, көтеріңкі көңіл-күйге демеуші болған. Осы бейнематериалдарға қарап отырып, қазақтың қай жерде де қазақ боп қаларына тағы бір мәрте куә болғандаймыз.